Махаббат Нурбаевна Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Шербани Мұхамедов атындағы мектеп гимназиясының биология пәні мұғалімі үздік тәжірибеде тарату жобасы бойынша өзімнің оқу барысында іс-тәжірибемде қолданып жүрген PBL оқыту әдістемесі негізіндегі іс-тәжірибемен бөліскелі отырмын. Жалпы PBL оқыту әдістемесі мәселені енді оқыту бойынша жүргізіледі. Жоба негізіндегі жетекшінің қадағалауымен қағазға басылған ақпаратты қолдану, оқыту жаттау тәсілдерін қолдану арқылы білім беру үдерісінің баламалы бір түрі болып табылады. Жалпы PBL оқыту әдістемесінің негізгі идеясы қазіргі жобаның өміріне байланысты болғандықтан, бала сол тақырыптың төңірегінде зерттей отырып, терең ойланып, сол тақырыпқа қызыға бастайтыны белгілі анық. PBL әдістің негізгі мақсаты бұл проблема оқытудың қазіргі заманғы ғылыми жетістіктерге сүйене отырып, оқушы продуктивті, шығармашылық оқу процесі логикалық жолдарын баяндау арқылы жүргізіледі. Проблема оқытудың негізгі ерекшелігі мұнда мұғалім дайын түрде ақпаратты бермейді, баяндап бермейді. Оны оқушы өзі алдына қойған проблемалық міндет ретінде ізденіп, шешу жолдарын іздейді және оның шешу құралдарын өзінің талдауымен ізденіп жүргізеді. Бұл жерде ұстаздың рөлі қандай? Ұстаз бұл жерде мұғалім қадағалаушы, яғни оқушыға бағыт-бағдар беруші, жобаны іске асыруға көмекші және маңызды тапсырмаларды береді. Оқушының білімділік және қоғамдық коммуникациялық қабілетін дамытады және жасалған осы жұмысқа әділ бағасын беруші болып табылады. PBL әдісін оқытудың негізгі ерекшеліктері және проблема оқыту әдісін пайдаланудан нәтижесінде оқушыларда осындай дағдылар қалыптасады. Жалпы PBL әдістемесінде жобаның негізгі оқыту жүйесін үйретеді. Яғни бірінші, мен сіздерге өз тәжірибемдегі жобаны жоспарлау қандай кезеңдерде жүреді, сол туралы таныстырып келіп тұр. Яғни жобаны жоспарлау бірінші кезеңі, яғни жоба тақырыбын іздеу. Яғни оқушылар өздерінің зерттеу тақырыбы бойынша белгілі бір интернет көздерінен, ақпарат көздерінен оқушының жобаны тақырыбын іздейді. Мысалы, берілуі мүмкін тақырыптар, яғни бұл мен берілген тақырыптағы әртүрлі пән бойынша берілетін тақырыптар. Мысалы, жаңбыр неге жауады? Яғни қаламыздағы жарнамалардағы грамматикалық қателер деген сияқты осындай тақырыптарды көлемді шеңберде алуға болады. Және де екінші кезең бұл жоба мерзімін айқындау, яғни белгілі бір құралға, затқа, нысанға, объектке тәжірибе жасаған кезде оның белгілі бір уақытын айқындайсыздар. Келесі үшіншіден оқушыларды топқа бөлу, яғни белгілі бір тақырыпқа байланысты, немесе кезеңге байланысты, немесе әртүрлі тақырыпқа байланысты оқушыларды топқа бөліп, яғни топпен жұмыс жасайды. Және де төртіншісі бұл проблемалық сұрақ қою. Яғни бұл проблемалық сұрақ қоюда бұл сұрақ ашық көлемде ашық сұрақ қою мүмкін. Яғни бұл бала сұрақ қойған кезде ақпаратты интернет көздерінен іздемеу, яғни эксперимент жүргізу арқылы өзінің кең ауқымды сұрақ қарастырады. Және де сұрақ қызықты болу және тартымды болу керек. Және де мысалы проблемалық сұраққа бір мысал келтіретін болсақ, адамдар қоршаған ортаны қалай өзгертті? Яғни бұл сынай тұрғыда ашық көлемді сұрақ болып табылады. Немесе егер сен ауыл әкімі болсаң, мал санын көбейтуге қандай әрекет жасар еді деген секілді. Және де бесінші кезең жоспар құру. Яғни оқушы осы зерттеу жұмысын жүргізе отырып, бірінші өз алдарына топ болып жоспар құрды. Және алтыншы кезеңде жобаны көрермендерге ұсыну, сыныптастарына, әріптестеріне ұсынады. Және де төртіншісі рефлексия жасау, бұл кезде оқушылар өздерінің зерттеу жұмысы бойынша бір-біріне кері байланысты жүргізеді және зерттеу нәтижелерін таныстырып, толықтырып, ұсыныстарын біліп кетеді. Және де осы жалпы тәжірибе барысында осы PBL оқыту әдістемесін қолдану сабақта оқу барысында қолдану нәтижесінде мен оқушылардың зерттеу жұмысына, ғылыми жобаға деген шығармашылық көзқарастарын, дүниетанымдық көзқарастарын жеткізіп игерте алдым деп ойлаймын. Және де осы зерттеу барысында, оқыту әдістемесін жүргізу барысында оқушылардың жалпы жетістіктерін нақты мақтанышпен айта аламыз. Және біздің осы оқыту әдістемесінің тиімділігін және нәтижелілігін деп дәлел келтіре аламыз. Қорытындылай келе,
осы Ақтөбе облысы ғылыми тәжірибелік орталықтың ұйымдастыруымен Шыңғыстау математика пәндеріне арналған PBL оқыту әдістемесінің негізінде оқыту семинары ұйымдастырылды. Және оқыту семинарында осы өзімнің осы әдіс туралы ғылыми түсінігімді жете толықтырдым деп айта аламын. Яғни осы семинарда өзімнің іс тәжірибем көптеген ақпараттар алынды. Назарларыңызға рахмет.